Hi kids, how are you today? My name is Ахмарал Абибулла and you're welcome to my funny English class. Балалар, сабаққа дайын болсаңыздар, кітаптарыңыздан 98-ші бетті ашыңыздар. If you are ready for the lesson, open your books at page number 98. Өткен сабақтарымызда біз сіздермен water everywhere, яғни барлық жерде су деген тақырыпты бастаған болатынбыз, және бүгін де біз осы тақырыпты жалғастырамыз. Бірақ бүгін біз сіздермен a beach story. Бүгін біз сіздермен әңгіме өтеміз. Оның тақырыбы beach story, яғни жағажайда болған оқиға. Ең алдымен сол оқиғаны тыңдайық, тамашалайық. Одан кейін біз сіздермен жеке-жеке сол оқиға тоқталамыз. Look, Nanny, we're sailing. Oh, well done! Look at me, I'm surfing. Ooh! Look, Nanny, I'm water skiing. Oh! Hey, what's Charlie doing? He's jumping up and down. Oh, look! Charlie's diving! Oh no! Charlie! Help! Be careful, Charlie. We're getting wet. Балалар, сіздер оқиғаны тамашаладыңыздар ма? Бұл жерде сіздердің сүйікті кейіпкерлеріңіз Нэнни, Роуз, Лили және Лиам болды. Солай ғой? Ал енді жеке-жеке тоқталайық. Ең алдымен бірінші суретте біз не көріп тұрмыз? Қараңыздаршы. Сонымен оқиға қалай басталды? Олар look, Nanny, we are sailing. Қарашы, Nanny, біз жүзіп бара жатырмыз деп мақтанып кемемен жүзіп бара жатқан болатын. Дұрыс па? Қараңыздаршы, бұл қай суретке сәйкес келіп тұр? Yes, well done. Дұрыс, біз дұрыс таптық. Ал енді келесі таспаны тыңдап көрейік. Let's listen to the next audio. Look at me, I'm surfing. Ooh. Бұл жерде де тыңдасаңыздар, look at me, I'm surfing. Мен серфинг жасап бара жатыр, маған қараңдаршы деп мақтанып жатқан баланы тыңдаймыз, я? Енді суретке қараңыздаршы, ол қай суретте көрсетілген? Well done, дұрыс таптық балалар. Ал енді келесі таспаны тыңдайық. Let's listen to the next audio. Look, Nanny, I'm water skiing. Look, Nanny, I'm water ski. Water ski деген қандай спорттың түрі екен естеріңізде ғой, балалар? Сол туралы бұл суретте айтып жатыр. Қараңыздаршы, енді ол қай сурет екенін тауып көрейік, я? Өте жақсы, сіздер дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Енді әрі қарай тыңдайық.
Енді Чарли не істеп жатқанын қараңыздаршы. He's jumping up and down. Up and down, я? Чарли жоғары, төмен секіріп жатыр. Бұл қай суретте көрсетілген? Yes, of course, well done. Біз бұл суретті де дұрыс таптық. And now let's move on. Әрі қарай жалғастырайық. Oh, look! Charlie's diving! Сөйтіп, секіріп, Чарли әрі қарай не істейді? He's diving. Ол суға сүңгиді. Суретке қараңыздаршы, ол қай суретте көрсетілген? Well done. Дұрыс таптыңыздар. Charlie! Help! Be careful, Charlie. We're getting wet. Сонымен әрі қарай не болды, балалар? Чарли суға сүңгіп, барлық балаларға суды шашып жерді. О жерде splash деген сөз жазылып тұр. Суретке қараңыздаршы. Сіздер суретті таптыңыздар ма? Well done. Өте жақсы. Сөйтіп, ол барлық балалардың үстілерін су болды. Оған барлығы, "Oh, Charlie, be careful. Неге сен абайламайсың?" деп ренжіді, я? Well done. Өте жақсы. Бұл оқиға сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал енді біз әрі қарай жалғастырамыз. Let's move on. Енді осы әңгіме бойынша біз true, false, өтірік немесе ақиқат деген ойын ойнаймыз, я? Қазір бірінші біз тыңдайық. Lily is sailing. Lily не істеп жатыр? Жүзіп бара жатыр ма кемемен? Бұл жерде сіздер true немесе false дегенді таңдауларыңыз керек. Келесі сөйлем. Liam is surfing. Liam surfing жасап жатыр ма? Суретке қараңыздар. Is it true or false? It is false, of course. Ол жерде Liam surfing жасап жатқан жоқ. Бұл сіздерді шатастыру үшін айтып жатыр, я? Ал енді бізде тағы да екі сөйлем қалды. Оны сіздер өз беттеріңізбен орындайсыздар. Daisy is diving. Jake is water skiing. Осы екі сөйлемді сіздер true немесе false деп белгілеп шығасыздар. Well done. Ал енді біз әрі қарай жалғастырамыз. Read the story again. Балалар, осы әңгімені тағы да бір рет өз беттеріңізбен қарап оқып шығыңыздар деп сіздерге айтып жатыр. Бұл сіздердің кітаптарыңызда жазылған. Who says? Сіздерге сұрақ қойып тұр. Мына екі сөйлемді кім айтты? Оны өздеріңіз табасыздар. Біріншісі well done. Өте жақсы, жарайсың деген сөйлем. Келесі сөйлем he's jumping up and down. Up and down деп айтып жатыр, Ол төмен, жоғары секіріп жатыр. Ол сөзді кім айтты бұл сөйлемді? Бұны да сіздер өздеріңіз тауып мына жерге атын жазасыздар. For example, Nanny Rose, Liam немесе Lily деп өздеріңіз жазасыздар. Енді біз сіздермен әрі қарай жалғастырамыз. Act out the story. Әрі қарай 13-ші жаттығуда осы әңгімені сіздер рөлдерге бөліп алып, орындап шығыңыздар дейді. Бұны сіздер өздеріңіздің достарыңызбен келісіп, бөліп алып, диалог ретінде айтып шықсаңыздар болады. Әрі қарай listen and read. Тыңда және оқы. Make a new dialogue with your friend. Балалар, бұл 14-ші жаттығуда да өздеріңіздің достарыңызбен қосылып әңгіме құрастырыңыз дейді. Диалог, Қазір басы қалай басталады, тыңдап көрейік. Hey, what are you doing? Look at me. I'm surfing. Well done. Бұл әңгіме қалай басталды және кім айтып жатыр? Бұл жерде біз суреттен екі адамды көріп тұрмыз, It is Asel and Max. Олар не істеп жатыр? Max surfing. Max surfing жасап жатыр, Оған Asel сұрақ қойып жатыр.
Hey, what are you doing? What are you doing? Сен не істеп жатырсың? Ал енді оған сіздер басқа нәрсе жасап жатуыңыз мүмкін, иә? Сол туралы айтасыз. I am, look at me. I am cooking. Мысалға тамақ жасап жатсаңыздар, мен cooking деп айта саласыздар. Surfing деген жерге сіздер басқа нәрсе жасаңыздар болады. For example, I am jumping. Мен секіріп жатырмын деп айтуыңызға да болады. Және кез келген басқа өзіңіз істеп жатқан нәрсені осылай ауыстырып қоя аласыз. Ары қарай well done, өте жақсы. Енді ары қарай осы әңгімені өздеріңіз жалғастырсаңыздар болады. Осындай диалогты құрастырсаңыздар, маған кері байланыс беріп жіберуді ұмытпаңыздар. Ал енді бізде sound spot. Балалар, қазір біз сіздермен мына дыбысты жаттап алуымыз керек. Ең бірінші сіздер көріп тұрғандай, it is letter W. Бұл жерден сіздер W деген алфавиттегі жаттаған әріпті көріп тұрсыздар. Және оның қасында WH екі әріп көріп тұрсыздар, иә? Біреуі W, біреуі H деген әріп. Енді ағылшын тілінде сіздер білесіздер, иә? Әріптердің аты басқаша, беретін дыбыстары басқаша. W деген бұл әріптің аты, ал оның шығаратын дыбысы басқаша. Қазір қандай дыбыс шығарады, соны тыңдап көрейік. Repeat one more time. W деген дыбысты осы W әрпі шығарады. Ал енді екінші тұрған WH, ол қандай дыбыс шығарады? Оны да тыңдап көрейікші. One more time. Ол да W деген дыбыс шығарады екен. Ал енді сөздерде қалай оқимыз? Соны қарап көрейік. Walrus. One more time. Walrus. Well done. Our next word. Келесі сөзге қараймыз. Water. One more time. Water. Well done. Келесі суретке қараймыз. Whiskers. One more time. Whiskers. Well done. Өте жақсы. Енді ең соңғы сөзді тыңдаймыз. White. One more time. White. Well done. Өздеріңіз көріп тұрғандай, W әріпі жеке тұрса да U және WH, яғни H әрпімен бірге тұрса да U деген дыбыс қана береді. Біз оны UH деп оқымаймыз, балар, ол қате болады. Өте жақсы, біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге үй тапсырма 16-шы жаттығу. Бұл жерде сіздер P немесе WH деген әріптерді қойып шығасыздар. Our lesson is over. Goodbye, children.